Сіздермен балалар. Қалдарым қалай? Көңіл күйлерің қандай? Бүгін сабақта деген? Өте тамаша. Бүгінгі сабағымызды өте тамаша көңіл күймен бастаймыз. Енді балалар біз мозаикация арқылы топқа бөліндік. Енді сендердің алдарында мозаикалар тұр, қараңдаршы. Сол мозаиканы қарап, не істейміз? Құрастырамыз. Қаны, құрастырайықшы мозаика. Қандай суреттер шықты? Мозаикамызды құрастырып, клейлеп қойып енді. Көрсетеміз ғой, бізде қандай сурет шықты деп. Дұрыс, тамаша. Жылдамдатамыз балалар. Аяқтадық. Ал, Санжар сенде де нені сурет шықты? Бізде Оралхан Бөкейдің әңгімесі Тортай өлген Ақбозат. Иә, ол қандай сурет? Қолымызға таныстырайық, Санжар. Ол Тортай мен оның өсеге үңгірде отырған кезі. Үңгірде отырған кезі. Иә? Иә. Енді сендердің топтарын аты қандай шынды? Тортай. Тортай. Ал Әділ, сендерде қандай сурет шықты? Бізде Тортай өлген Ақбозаттың суреті шықты. Иә, Ақбозаттың суреті. Иә? Енді топтарын аты қандай? Ақбозат. Ақбозат. Иә? Тамаша Әділ, тамаша жұмыс жасады тобы. Енді бірінші топ қандай сурет шықты? Кім айтады? Тауда отырған Салық салған ауылы. Салық салған ауылы. Кімнің суреті деп ойлайсыңдар? Тортай, иә? Олар не істеп отыр балалар? Ауылға қарап. Кітап оқып отыр дейсіңдер, Ал енді мына тақтада көріп сөйледі. Салық салған ауылының сыртқы көрінісі, Ақбозаттың суреті, одан кейін Оралхан Бөкейдің Тортай мен Ақбозат кітаптың суреті. Енді бүгінгі сабағымыз тақырыбы Оралхан Бөкейдің Тортай мен Ақбозат хикаясы. Енді оқу мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру, шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Енді бағалау критерийі шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселенің идеясы арқылы анықтайды, эпизодтың маңыздылығына негіздеме жасайды. Енді сабағымызды бастамас бұрын мына аталған тектес әдіс бойынша Оралхан Бөкей, Тортай, салық салған туралы не білеміз? Оралхан Бөкейдің өмірбаяны өтті өткенде. Ал кім айтады Оралхан Бөкей туралы? Не білеміз ал? Айлин. Оралхан Бөкей жазушы, драматург, журналист, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Өмір жолы 1943 жылы 28 қыркүйек күні Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданы Шығыстай ауылында дүниеге келген. Тамаша. Ал Тортай өткен сабақта оқыдық қой біршама. Тортай оның жалғыз досы болатын. Оның жастайынан әке-шешесі қайтыс болды. Ол кітапты өте көп оқитын және зеректігі. Оның арманы журналист болу және жазушы болу. Тамаша, отыра ғой. Ал салық салған ол ненің аты? Әділ. Шілденің дәл ортасы еді. Жер қоны салқын, бұлтсыз күндері тымылжыған тамаша мезгіл бастаушы еді. Не ыстық емес, не суық емес. Ол қай жерді суреттеп отыр сонда жазушы? Салық салған деген жерді суреттеп отыр. Оқиға қайда болыпты сонда? Салық салған ауылында, иә? Енді бірінші тапсырмаға назар аударайық балалар. Оралхан Бөкейдің Тортай мен Ақбозат әңгімесінің мазмұнын аудиокітаптан тыңдаңдар. Тақырып мен идеясына назар аударыңдар. Дескриптор тақырып мен идеясына назар аударады. Бұл бірінші топ. Қазір тыңдатамыз. Екінші топ. Оралхан Бөкейдің Тортай мен Ақбозат әңгімесінің аудио нұсқасын оқулықпен салыстырып қараңдар. Маңызды эпизодты анықтаңдар. Дескриптор шығарманың аудио нұсқасын тыңдап, оқулықпен салыстырады, маңызды эпизодты анықтайды. Тапсырманы
мұқият есте сақтанды. 3-ші топ. Оралхан Бөкейдің Тортай менен Ақбозат хикаясының тақырыбы мен идеясына талдау жасаңдар. Ескриптор тақырып мен идеясына талдау жасайды, өзіндік пікірі мен жұрттық пікірін білдіреді. Ал енді мен сендерге қазір аудио нұсқады тыңдатам, мұқият тыңдаймыз. Оралхан Бөкей, Тортай менен Ақбозат хикаясы. 7-ші ауыл. Жайлаудың жадыраған ашық күндерінің бірінде Тортайға еріп, бұзау бақылға шықтым. Менікі еліктеннің дермегі сықылды еді. Тас шоқының ұшар басына дейін бұзауларды өргізіп бардық та, еліктен қоя берді. Өйткені төрт аяқты мал бұл жерден ұзап ешқайда кете алмайды. Биіктеген сайын қалың барақы орман таусылып, таудың тас төбесі басталады. Заңғар таудың төбесінде үнемі суық жел соғып тұратындықтан ағаш болмайды, және шөп те ойлап қалың өспейтін тақыр. Жазды күндері үнемі сезіміңді сергітер майдалеп есіп тұрар еді. Ал шоқылар өркеш-өркеш болып, көк күмбезіне найзадай ұшпалана қол бұлғайды. Қыздың жиған жүгіндей тай-тай, тең-тең жақпар тастың ара-арасына тас сарымсақ өседі. Тортай екеуміз тыртысып, қол аяғымызды жаралай, сол биікке шығып, сарымсақ жуып жегенбіз. Ол тұстан таудың балағы алақандардай көрінеді. Сонау шатқалда Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағаран қағып Бұқтырма өзені күмістене ағады. Ал біздің ауылымыз көкжалқақ мұнар пердесіне тұмшаланып, тек нұрайы ғана сөйленеді. Қына басқан тасқа құлап кетердей болып атша мініп отырған Тортай, анау көк мұнар дүниеге бірдеңесін жоғалтып алғандай, көзін сығырайтып ұзақ қарадай. Сонсоң шығыс жақты нұсқан ереуілдеп сөйлей жөнеледі. Ей дейтін маған, танауы деді. Егер осы тұрған жерімізден тура шығысқа тартып кетсек, қайда барар еді? Білемісің? Мен не күлігі дәремін? Білмейсің. Монғолиядан бірақ шығар едім. Сен болмасаң, мен жүре беруден әсіне шаршамас та, қорықпас та едім. Рас айтамын, Монғолияға барар едім. Бізді қазақтар келді деп ұшақ жая қарсы алар еді. Аппақ киіз үйге кіргізіп, тай сойып қонақтылар еді. Боз биенің үстіне шомылдырып, алдымызға астау-астау қазы қарта қояр еді. Ішеріміз алдымызда, ішпесіміз артымызда. Әттең дүние-ай. Содан соң екеумізге екі Ақбозат мінгізіп, екі сұлу қызды алдымызға өңгеріп, елге айтсақ. Алдымыздан ферманың бүкіл сиыры, бұзауы, түйесі, барлық адамдары қақ жарылып, қарсы алып, шулап соңымыздан ерсе. Әттең дүние-ай. Ал, тыңдадық балалар, енді осы аудио нұсқадағы үзінді кітапта бар ма екен? Салыстырайық. Сенден бірінші топтың тапсырмасы қандай еді жаңа? Тақырып мен идеясын анықтау. Екінші топтікі аудио нұсқаны оқулықпен салыстыру. Санжар сендердікі жаңа маңызды эпизодты анықтау. Үшінші топтікі тақырып мен идеясына талдау жасау, өзіндік пікірін, жұрттық пікірін білдіру. Ал салыстырыңдар, жаңа тыңдаған эпизод оқулықта бар ма екен? Қарап шығыңдар, қазір. Жоқ, әпкей. Бар ма екен, жоқ па екен? Жоқ. Мұқият қарап шығайықта. Енді сол жаңа тыңдаған үзіндідегі маңызды эпизодтарды таңдар, одан кейін оқулықтағы маңызды эпизодтарды таңдар, жоқ болса. Сендер Тортай мен Ақбозаттың хикаясын несін табамыз? Тақырыбы мен идеясын анықтаймыз, Бірінші топтікі олар да тақырып мен идеясын анықтайды. Ал ойланайық. Ал кім айтады тақырыбын бірінші топтан? Оқыдық қой? Оқып шықтық, бәріміз. Ал тақырыбы қандай? Тортай мен Ақбозат хикаясын айта ғой, Әли. Тақырыбы Тортайдың өмір жолы және Тортайдың арманға жету жолдары. Сосын не сөйлетіледі тағы да? Сосын Тортайдың досы
екеуінің өткен шақтары. Яғни Тортайдың балалық шағы суреттеледі. Ал отыра ғой, тамаша Әли. Енді екінші топтан кім жауап береді? Санжар. Аудиода негізгі эпизод ол Тортай мен досы екеуі бұзауды тауықтың басына арқандауға барғаны. Сосын Тортайдың арманы. Тортай осыдан тұп-тура шығысқа жүрсе қайда баратын еді дейді? Монғолиядан бірақ шығатын еді дейді. Монғолияда бізді қалай қарсы алады дейді? Салтанатты түрде қарсы алады. Біздің артымызға ақ қыздар мінгізеді деді. Астау қымыз құя береді деді. Сосын киіз үйге кіргізіп күтетін еді дейді. Осы сөздердің бәрі Тортайдың арманы. Маңызды эпизод бола ма сендер үшін? Болады. Әңгімедегі маңызды эпизодты айта кетсек, ол үңгірдегі Тортайдың досына бар сырын шерткені. Тортай арманын айтты ол досына. Және де не болғысы келетінін айтты. Болашақта кім болғысы келетінін айтты. Кім болғысы келетінін Тортай? Журналист, жазушы. Ал енді үшінші топтан кім сөйлейді? Тортай, мінер Ақбозат хикаясының идеясы. Тақырыбын айтты бірінші топ. Идеясы қандай? Әділде айта ғой. Ол арманшы қиялшыл болады. Ол Ақбозатты армандайды. Және ол жазушы композитор болғысы келеді. Ол Ал отыра ғой, Айлин толықтырам деді. Тортай секілді басқа балалар да армандаса екен. Тортай секілді басқа балалар да армандаса екен дейді. Бар балалардың несі болу керек деді? Арманы болу керек. Ал қалыптасушы бағалау ретінде барлығына мен өте жақсы деп айтам балалар. Қол шапалақтап өте жақсы деймін. Ал енді екінші тапсырманы қараймыз. Бұл бізде жұптық жұмыс. Бірінші топ. Попс формуласы бойынша бірінші сөйлем, екінші, үшінші, төртінші, соңғы сөйлем бойынша ойымызды айтамыз. Мұқият қараймыз. Дескриптор бірінші сөйлемде шығарманың идеясын анықтайды. Екінші сөйлемде идеяның таңдау себебін түсіндіреді. Үшінші сөйлемде идеяны нақтылауға қатысты шығармадан екі мысал келтіреді. Төртінші сөйлемде идея негізінде шығарманың тақырыбына қатысты өзіндік тұжырым жасайды. Екінші топ. Оралхан Бөкейдің Тортай мен Ақбозат хикаясындағы шығарма сюжеттің маңызды эпизод екеніне дәлелдер келтіре отырып, өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Бұл жерде тапсырманы жаңа кім? Санжар айтты. Санжардың пікіріне тағы да толықтырып басқа оқушылар айтады енді. Түсінікті ғой, екінші тапсырмада. Ары қарай үшінші топқа мынау эпизодтарды суреттер берілген. Сол оқимыз эпизодтарды, сол суреттерді не істейміз? Сәйкестендіреміз балалар. Ал оқимыз, суреттерге сәйкестендіреміз. Ал маңызды эпизод туралы ойланып отырайық. Дана, Айша, Еламан, Бағдәулет, Зейнұр бар. Сендерді попс формуласы бойынша сөйлейсіңдер, бірінші топ. Ал кім сөйлейді бірінші топтан? Кім сөйлейді? Ойланып отырайық. Менің ойымша шығармадағы басты идея деп Айлинді сөйлейді. Айлинге қосып қазір Айлин айта ғой. Шығармадағы басты идея Тортай туралы, Тортайдың армандары туралы, басқа да балаларда барлығында арман болу керек Тортай секілді. Екінші сөйлем, себебі мен оны былай түсіндіремін. Шығармада Тортай өзінің ертегілерін, өзінің арманын барлығын бір ғана балаға айтқан. Ол үшінші сөйлемде қалай дәлелдейтін? Үшінші сөйлемде дейді,
Оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Ал. Ол өзінің армандарының бәрін сол балаға айтқан. Өзі көп балаларға ертегі айтып, өзі сияқты армандағанын қалаған барлық бала. Ал, соңғы сөйлем. Осыған байланысты мен шығарманың тақырыбы қандай деген ойға келіпсің? Тақырыбы Тортайдың өмірі, балалық шағы, е? Ал. Айта қой. Тортайдың өмірлік балалық шағы ол. Тоқта, бірінші сөйлем. Тақта қараш, бірінші сөйлемде айтамыз біз. Менің ойымша шығармадағы басты идея. Басты идея барлық жетім балаларға мұңаймауды, армандары болуды көрсетеді. Екінші сөйлем. Себебі мен оны бұлай түсіндіремін. Әр жетім балдар ата-анасынан ерте айырылған балдар олар мұңайып жетімдер үйінде жүреді. Оларға мысалы ата-анасы жоқ болса да өмірді бағалай білуді, достарын бағалай білуді. Дұрыс айтасың, өмірді бағалай білуді, достарын бағалай білуді. Сондықтан қиындыққа мойымай, алға қарай арман қоя біледі. Арман қуып жүреді. Одан кейін үшінші сөйлем, оны мына терлермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Тортай өзі мұңаймай тек өзінің досына ғана айтады. Ол онша әңгімеге жоқ өтін. Тек досына мұңын шағады. Өзінің қандай бақыт кешкенін, неден қуып жері соны айтады. Өзінің мұңын шағады. соңғы сөйлем, осыған байланысты мен шығарманың тақырыбы Тортай мен оның досы деген пікірге келдім, е? Отыра ғой. Ал екінші топта кім сөйлейді? Айша сөйлейін деп отыр. Шығармадағы маңызды эпизод Тортай мен Ақбозатдағы. маңызды эпизод ол үңгірде досымен бірге отырғаны. Неге үңгірде отыр ол Тортай? Өйткені оның үйінде тұрғанда көршілері оны қуып жіберген осы. Ол тас үңгірге келіп паналап үй жасаған. Тас үңгірді өзінің үйіндей көреді. Ол үңгірде немен айналысады? Ол кітап оқиды. Отыра ғой. Дана, сенің ойынша маңызды эпизод қайсы? Ол жерде Жоқ, маңызды эпизод. маңызды эпизод Тортай кешке дейін өзінің кітап оқығаны туралы және де өзінің досына Отыра ғой, Дана, жақсы. Ал үшінші топқа мен не бердім? Үшінші топқа мен не бердім? Кім сәйкестерді ал отыр. Айта ғой. біріншісінде балалар тас ошақпен қабырғаларға түсіп. Бірінші, үзіндіні оқышы. Тас ошақтың өрттің сәулесі қабырғаларға түсіп қоңырқай тартады. Төбеде бесік бар-ау деймін. Бесік бар-ау деймін. Кырш тамшы тамады. Бір жерден. Ол жер қай жер қарайын? Суретте қай жер болып тұр ол? Үңгір. Ал екінші? Біздер балалар күні бойы өңгір жүйретіп бұзау жаямыз. Үш уақыт сиыр сауғызамыз. Үміт жүйгілі алтыбақан құрған азаматтардың маңдайынан арпалысып, тиіп қашып, олардай шулап ойнап жүргеніміз. Ал, енді ол жерде балалардың сиыр баққан жері қайсы, өгіз жүйреткен жері? Дұрыс тапты. Ал, үшінші? Тортай көзі жайнап, астындағы жақпар тасы тебініп қалғанды. Ар жағындағы шатқалға құлап кетеді. Екендеп, зәре құтын қалмайды. Ал, бұл жерде қайсы? Ақбозат. Өте дұрыс сәйкестендіріп орындаңдар. Тамаша. Ал, балалар сіздерге тамаша жауап болды деген қалыптасушы бағалау қоямын. Ал енді үшінші тапсырма.
Қараймыз. Бірінші топқа Оралхан Бөкейдің Тортай Аққозы әңгімесінен бұл емледен алынған тест тапсырманы орындаймыз. Сәйкес бағандар белгілейміз. Адам аты, жер суаты. Алтай, Тортай, салық салған, Ораш. Қандай адам аты келіседі? Тортай, сосын салық салған, дұрыс айтасыңдар. Ал екінші талаптарынан нұр жаусын дейін балалар сендердің. Екінші Оралхан Бөкейдің Тортай Аққозы хикаясына білімлер сайтынан екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші Алтайдың шолпысындай мың бұралып, ағара қағып, Бұқтырма өзенінің егет өзені күмістене ағады. Қай өзен ағады? Ертіс пе Бұқтырма? Бұқтырма өзені, дұрыс. Ал үшінші топқа екінші топқа биіктен көрініңдер деймін. Үшінші топқа Оралхан Бөкейдің Тортай Аққозы әңгімесіне білімдер сайтынан үшінші тапсырманы. Біздің ауыл салық салғанның иығында. Дұрыс. Өркендей беріңіздер деймін. Енді бізде бүгін сабақта аз қатысып отырған балалар бар. Еламан қатыспай отыр. Бағдәулет қатыспай отыр. Мына топтан Ернар қатыспай отыр. Әли қатыспай отыр. Сұрақтарға ойланып жауап береміз балалар. Дайын болсаңдар айтыңдар. Мына бірінші топтан Жансел қатыспай отыр. Сұрақты оқимыз. Дайын болсақ жауап береміз. Дайынбыз ба балалар? Кім дайын? Айта қоя, Еламан. Жазушының қандай шығармалары бар? Құлыным менің, Теке тірес, Қар қызы, Зымырайды поездар. Зымырайды поездар. Дұрыс айтасың, отыра ғой. Ал Тортай кім? Тортай кім? Тортай өзі не оқығысы келеді. Ол армандаған. Алматыға барып, не жазушы болсам деп армандаған. Дұрыс айтасың. Тағы да? Тортайдың сүйіктісі кітап оқу. Дұрыс айтасың, Тортайдың сүйіктісі кітап оқу. Ал кімдің қалып кетті тағы да? Ернар. Тортай Аққозы міні армандады. Мінуді армандады. Дұрыс айтасың. Әли, сенде қандай сұрақ бар? Бөкейхан туралы не білесің? Оралхан Бөкей туралы не білесің дейді. Ал Оразхан Бөкейхан жазушы. Бөкеев. Бөкеев жазушы, драматург, журналист, Қазақстан Республикасы мемлекет сыйлығын лауреаты. Мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Оның қандай шығармасын оқыған қыз Әли? Тортай мінер? Әкелі ойынды. Ал, енді бәрін жауап бердік қой балалар, е? Сен де жауап бердің қой, е, Жансел? Ал енді саралау тапсырмасына белсене қатысқандар үшін мына көздерге деген балаларға гүл береміз. Келесі сабақты қорытындылау мақсатында рейтинг әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ оқыш. Тоқта. Елена, сен оқыш бірінші сұрақты. Оқиға қандай елді мекенде өтеді? Ол Қазақстанның қай аймағында? Оқиға қандай елді мекенде өтті? Айта ғой. Шығыс Қазақстан. Қай елді мекенде өтті ол? Салық салған. Ол қайда орналасқан? Шығыс Қазақстан. Шығыс Қазақстан облысында орналасқан, иә? Ал енді екінші сұрақты оқиды, кім оқиды? Санжар оқи ғой екінші сұрақты. Сен Санжар. Ауыл адамдардың тіршілігі қандай? Ал, ол осы сұрақ сұраққа жауап бер, кән. Тіршілігі? Ауыл адамдар немен айналысты? Еламан айтады. Мал шаруашылығымен айналысты. Әйелдер үш мезгіл сүт сауымен, ал кішкентай балалар бұқа үйретіп, бұзау бағымен. Иә, бұзау бақты. Тамаша болып отыра ғой. Енді
Мысалы атқа көп мінетін балалар. Атқа көп мінетін балалар өгіз үйрете алады деп ойлайсыздар, иә? Ат үйретеді. Ал енді мал баға аласыздар ма? Мал бағалар. Мал бағалар, иә? Барлығымыз ауылда өскендіктен мал бағасыздар, иә, балалар, дұрыс па? Ал үшінші сұрақта Бағдәулет оқи қой. Ол кезде балалар не істейді еді? Не істейтін еді? Ал Мал бағатын, мал бағатын сосын, бұқа үйрететін, өгіз үйрететін сосын, бұзау жаятын. бұзау жаятын. Ал сендер зейін оқыш келесі сұрақты. Тортайкым, ол неліктен? Тоқта, мына сұрақты оқимыз ғой біз, иә? Сендер қазір не істейсіңдер? дұрыс. Ал сендер қазір не істейсіңдер балалар? Үйде жұмыс істейміз. Тағы да кім еді? Алихан айта қойшы. Үйдегі папаларға көмектесіп жұмыс істейміз. Мал жайғасамыз, өрісте мал кейін қайтарсамыз. Ал Еламан. Үйдің тапсырмаларын орындаймыз. Ал содан біз ауыл баласы болғандықтан даладағы мал шаруашылығына мал істеп көмектесеміз, иә? Ал Айлин не ой айтасың? Тортайкым, Тортай жетім бала жастайынан ата-анасынан айырылған бала Иә. тұйық, ешкіммен бәрімен көп араласпайды, кітап көп оқиды, зерек. Тамаша. Айлин, Байгелді, сен оқышы келесі сұрақты. Ол тас қорымда тұрушы еді. Ол неліктен тас қорымда тұрушы еді? Бағдәулет айта ғой. Өйткені оның туысқандары үйінен қуып жіберді. Тамаша. Ал келесі сұрақ. Дана. Оның басқалардан ерекшелігі өзі өте көп кітап оқиды, және де ата-анасынан жастайынан айырылған. Ол көп сөйлемейді, және де тұйық бала. Тұйық бала. Ал Сандра, сен не айтасың? Кітаптан бас алмайтын, бір кітапты 2-3 рет оқи беретін. Кітап оқудан жалықпайды. Ол сол тас үңгірде сәндеп ерекшелендіріп қойған. Ол өте икемді бала. Тағы да. Жансерік айтсыншы ойын ал. Тортай өзі ақылды, сосын өзі мал бағады. Бәрі іске икемі бар. Бар, іске икем бар дейді. Ал. Басқалардан ерекшелігі неде Тортайдың? Соңғысы. Кім оқиды? Ернар оқы. Тортайдың тоқ бала аш баламен ойнамайды деуіне не себеп болды? Неге олай айтты Тортай? Алихан айтам дейді. Себебі Тортай досына үйіне бар, сенің ата-анаң күтіп қалған шығар деп еді. Досы айтты, жоқ мен бармаймын, сенің жаныңа жатам деп. Сонда Тортай айтты, аш бала тоқ баламен ойнамайды деп. Үйіне қайтпай қойған дейді. Ал тағы да кім ойын толықтырады? Ал Еламан айтшы. Менің ойымша, ол тоқ бала мен аш баланы ажыратпайды. Ажыратпай ма? Айлин. Тортайдың олай айтқан себебі, ол біз екеуміз доспыз ғой деп, менің әке-шешем саған ұрыспайды дегенде, ол сол сөзді айтты. Кім толтырайық? Ал кім толықтырады? Ал Жансерік айта ғой. Тортайдың өйтіп айтқан себебі, ол өйткені оның әке-шешесі бар досының, ал өзінің әке-шешесі жоқ, сондықтан да әке-шешесі бар, баламен әке-шешесі жоқ, бала ойнамайды. Деп ойлайсың ба сен? Олай емес, негізі, иә, негізі. Тортай аш, ал оның досы тоқ. Және Тортай досына айтып, сенің шешең мені өлтірді деді. Олады, тез үйіне қайт.
Тамаша отыра ғой. Ал Алихан айтсыншы. Тортай үйтіп айтқан себебі оның қарны аш еді. Досы оған нан мен ірімшік әкелген еді. Қарны аш болған соң аш тоқ баламен аш бала ойнамайды деп айтты деп ойлаймын. Тамаша. Ал енді балалар, біз бәрі сұрақтарға пысықтадық. Ал енді шапшаң еңбек бойынша, бүгінгі сабақ бойынша түсінгенімізді айтайықшы. Тортай мен Ақбозаттан басынан бастап хикаяны түсінік айтайық, кім айтады шапшаң еңбек бойынша? Ал Алихан бастап. Тортай салқын, жаздың салқын самал күнінде не жылы емес, не салқын емес кезінде Тортай үйіндегі көршісі ол балалармен ашық сөйлеспейтін, құлағын жәнде шекіл сондай бар еді. Ол онша ешкіммен сөйлеспейді, көп кітап оқиды. Ол ата-анасынан жастай айырылған еді. Оның туысқандары бір күні досы екеуі ғана анда-санда әңгімелесетін еді. Bir күні досы Тортайды іздеп барса, үйінде жоқ екен. Сөйтіп ол бір үңгірге келсе, Тортай өзінің сояқта мекендейтіндей өзі үңгірді жинап, ешкінің ішінің қойып, үстіне естеп, сәкі қойып, соның үстінде жатыр екен. Тортай келді де бір уыз нанмен бір уыз майды қойды. Сосын Тортай айтты. Тоқтай тұр, енді шапшаң еңбек бойынша екінші топ айтады. Ал кім айтады екінші топтан? Санжар. Алдына ірімшік қойды. Сосын Тортай далаға шығып, далада қарады. Далада сіркіреп жауын құйып тұрды. Досына айтты, үйіне қайт, әйтпесе сенің анаң менің басымды жарады деді. Жармайды деді досы. Жармайды деді. Сосын ол ашуын келіп тұрды. Сосын барып, сен онда қала бер деді Тортай досы. Екеуміз бірге жатамыз деді. Сосын қараңғы түсті. Үңгірдің іші қорқынышты бола бастады. Сосын ол әңгімесін айта берді. Тамаша. Отыраға ал, үшінші топтан кім жалғастырарға қарай? Әділ айта ғой. Төбеде тесік балау тыз-тыз жамбыл жауғанның дауысы шығып отыр. Мен жоқ кезде Тортай жылап алған секілді. Мен де жылағым келіп кетті. Сосын Тортай айтты, маған бір ертегі айтып берші деді. Сосын ол баяғыда бір жетім бала болыпты. Тортай айтты ма? Қасыдағы досы Тортайға, иә? Маған да ертегі айтып берші дейді. Сол кезде Тортай ертегі айтады, иә? Баяғыда бір жетім бала болыпты. Сосын күбі сығып, оянсам есімде сол ғана қалған, сол қиялшы баланың өзі де есімде жоқ. Тек баяғыда бір жетім бала болыпты деген жері қалған, басы ғана қалған. Сосын Тортай менің тек ата-анам кітап ол мені кітапты оқысам жұмаққа апалатындай. Мен Алматыға барып жазушы болғым келеді. Тамаша, отыр. Айлин айтам, өзінің олы қозым бе? Оның әкесі де шешесі де, менің әкем де шешем де кітап дейді. Оның арманы оқуын жалғастырып Алматыға бару. Кейбір кезде жазушы болсам деп те армандайды. Жаңбыр әлі жауып тұр. Тортай болса сөйлеп жатыр. Тамаша. Дайындықтарыңыз тамаша екен, балалар, бүгінге өз түсінігімізді айтқанымыз бойынша. Ал енді кері байланыс беріп кетейік сабақ бойынша. Бүгінгі сабақта алған 3 маңызды ақпарат, бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті, бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет. Ауызша айтайықтан ойымызды. Кері байланыс береміз. Бүгінгі сабақта саған не ұнады? Не қиындық тудырды? Алихан бүгін өтемесін болды. Маған ұнаған ол Тортайдың хикаясын айтқан кез. Айтқан кез ұнады, Және сурет құраған кез.
яғни мозаика құрағаннан одан кейін қиындық тудырған нәрсе қиындық болды ма? тудырған нәрсе ол түсініп айтқанда кішкене Сөз байлығы дейді. аға сөз. Ол үшін Тортай сияқты көбірек кітап оқу керек, Алихан. Енді бүгінгі сабақта ұнаған бір ғана іс-әрекет. Бір іс-әрекет сөйлесе құраған. Ал Дана? Бүгінгі сабақта ұнаған Тортайдың ұнағаны ол көп кітап оқиды. Оның армандары көп, ол өзінің армандарына жеткісі келгені ұнады. Және де маған қиындық тудырғандары Не қиындық тудырды? Қандай тапсырма орындағанда қиындық болып саған? Тудырған нәрсе болмаса айтасың, маған ештеңе қиындық болған жоқ деп. маған қиындық қатты болған жоқ. Ештеңе болған жоқ. Енді ең ұнаған бір нәрсе маған сурет құрастыру мозаика құраған ұнады. Ал Санжар? маған бүгін Тортайдың іс-әрекетінен ол әке шешесінен ерте айырылса да алдыға ұмтылды. Көптеген кітаптар оқыды, өз ойын жетілдірді. Бүгінгі сабақта қиындық тудырған екі аспект болса, ол маған ештеңе қиындық тудырған жоқ. Бүгінгі сабақта маған бір іс-әрекет ол әңгімедегі маңызды эпизодты анықтау. Ұнаған іс-әрекет. Тамаша. Ал Мансұр айтам дейді. Маған Тортайдың ұнағаны ол көп кітап оқиды. Ол Алматыға барғысы келді. Ақ Құзатқа мінгісі келді. Ол әке шешесінен айырылып қалса да өзге балалардан ерекше болды. Ал маған қатты ұнағаны бағанағы сұрақтарға жауап берген. Сұрақтарға жауап берген ұнады де. Ал тағы да кім айтам дейді ой? Айта қойшы сен. Сабақ маған Сабақта алған үш маңызды ақпарат. Не үйрендік бүгін үш маңызды ақпарат? маған Тортайдың кітап оқығанға ұнады. құмары, сосын зерек, сосын несі. Арманшыл болған ұнады. Ал қиындық тудырған нәрсе болды ма саған бүгін? Не? Жаңа сабақта тақырыпта қиындық айтамын. Ол үшін сабақтан көп қалмай, көбірек оқу керек. Ал бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет мозаика құрау. Тағы да әркімнен осы сөйлейтін жоқ па? Бүгінгі сабақта алған маңызды ақпаратын оларға бөкейдің қай жерде туғанын, қанша жыл туғанын, не істегенін білдім. Бүгінгі сабақта қиындық тудырған ол түсінік. Түсініп айтқан кейін болма. Ал балалар, рахмет сендерге кері байланыс арқылы сендердің пікірлерін білдік. Енді үйге тапсырманы қараңдаршы балалар, дәптеріңізге жазып. Оралхан Бөкейдің Тортайдың ақылы хикаясын толық оқып, Тортайдың әрекеттерін салыстыра отырып баға береміз. Яғни Тортай дейміз кестеге оның қасынан өзіндік баға береміз. Қандай іс-әрекеті? Бүгін іс-әрекеттердің барлығын біз талдадық, ауызша талдадық. Соны сендер жазбаша дәптерге ойларыңды түсіріп келесіңдер. Енді бүгін сабағымызды бағалайтын болсақ, бүгін сабақта өте жақсы белсене қатысқан Айлин бірінші топтан, Алихан екінші топтан, Санжар, Дана үшінші топтан, Әділ ғана, осы оқушыларға өте жақсы деген баға қоямыз. Ал жақсы деген бағаны бүгін бірінші топтан қатысқан Әли, Диназ, екінші топтан Еламан, Айша, Бағдәулет, үшінші топтан Мансұр, одан кейін Ернар. Осы оқушыларға жақсы деген бағаны қоямыз. Ұйымдастырмасы түсінді ма балалар? Түсінікті. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.